Өте қызықты тақырып шынымен де, өйткені бұл жерде Мұса пайғамбар тауға шақырады. Тауға шақырғаннан кейін сол жерге Құдай өзі бұлт болып, от болып, найзағай жарқылдап, жер сілкініп, сөйтіп Құдайдың көрінісі көрінген кезде бүкіл халық бізге бір андай кері әсерін тигізетіндей көрінеді. Кейде қиынға соғады. Неге деген сұрақтар туындатады кейбір өсиеттер. Адамзат баласының құтқарылуы да бұл өзіміздің іс-әрекетімізге байланысты емес, ол тікелей ол Құдайдың бізге берген сыйы. Жалпы біз осы шекараны көру арқылы Иса Мәсіхтің неге біз үшін керек екенін біз түсіне аламыз. Иса Мәсіх болмағанда біз Құдайға жақындай алмайтын едік. Жаңада өзің айттың, бүкіл адам баласы күнәһар деп. Сондықтан да қазіргі тыңдап отырған көрермендер, Иса Мәсіхтің келіқаны біз үшін өлді, енді оның келіқаны біздің күнәларымызды жуып шайды, енді біз пәк таза болғандықтан Құдай адамзатқа соншама мыңдаған жылдар бойы бізге түсіндіріп келе жатыр. Құтқарудың жолы ол рахымшылық екен. Ол тегін келген сый екен. Біз өз күшімізбен құтқарыла алмайды екенімізді. Ешқашанда заңды орындау арқылы, жақсы адам болып көріну арқылы біз ешқашанда құтқарыла алмаймыз. Қасиетті Құдаймен онымен жақын тығыз қарым-қатынаста бола алмаймыз. Болу үшін тек қана Иса Мәсіхке сену арқылы, Иса Мәсіхтің келіқаны арқылы ғана біз құтқарыла аламыз. Амандық пен тыныштық болсын, қымбатты көрермендер, өздеріңізбен бірге киелі кітап әңгімелері. Мынау менің қолымда тұрған бұл Құдайдың тірі сөзі, яғни бұл туралы куәлік ететін осы кітаптың ішінде жазылған барша Құдайдың жетелеуімен жазылған ақиқаттар. Осы кітап ішіндегі ақиқатты бөлісіп келе жатқанымызға бірнеше уақыт аралығы өтті. Өткен бағдарламада біз 18-ші тарауды талқылаған болатынбыз. Ол тарауда біз Құдайдың адалдығы туралы, және де ол жұмысты дара болып емес, көпшілікпен бірге болып атқару туралы, және де осы Құдайдың адалдығын не себепті біз есімізге алып отыру туралы сөйлескен болатынбыз. Сонымен қатар бұл басшылық пен басшылық арасындағы кішіпейілділік туралы да сөйлескен болатынбыз. Егер ол подкастты тыңдамаған болсаңыздар, өткен бағдарламаны қарап шықсаңыздар болады. Ұлан бауырым, қош келдің. Қош көрдік, Мақсат. Сені көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бүгінгі таңда осы подкаст жүргізуге Құдай екеумізге де жар болсын. Сонымен осы барша көрермендерге осы 19-ші тарауды өзің қысқаша түрде шолып өтсең, жалпы не туралы айтылады осы тарауда? Мақсат, рахмет. 19-ші тарау туралы сөйлесетін болсақ, бұл өте қызықты тақырып, шынымен де, өйткені бұл жерде Құдайдың Израиль халқымен алғашқы келісімі жайлы сөйлесетін боламыз. 3 айдан кейін, енді құлдықтан босатылғандан кейін 3 айдан кейін осы Синай тауына келген кезі, енді осы уақытқа дейін қаншама қиындықтар көрді, шөлді де көрді, Құдайдың қаншама кереметін көрді. Енді халық Құдаймен тілдесуге жақын болған сәт деп айтсақ болады. Енді осы тарауда Құдаймен Мұса пайғамбардың тілдесу туралы айта кетсек. Сол кезде Құдай өзінің үкімін немесе келісу шартын Мұса пайғамбар арқылы бөліскен кезде, егер менің өсиеттерімді маған мойынсұнатын болсаңдар, менің меншікті халқым боласыңдар деп айтады. Одан кейін сол кездесуде Құдай Мұса пайғамбар тауға шақырады. Тауға шақырғаннан кейін сол жерге Құдай өзі бұлт болып, от болып, найзағай жарқылдап, жер сілкініп, сөйтіп Құдайдың көрінісі көрінген кезде бүкіл халық қатты қорқатын болады. Оның алдында Құдай осы кездесуге бүкіл халықты 3 күн бұрын дайындайды. Яғни өздерінің денелерін, киімдерін барлық жағында таза ұстаулары керек, жуыну керек. Одан кейін тіпті әйелдермен жақындаспасын деп айтады. Енді бұл жерде сол кездесудің соншалықты маңыздылығы, Құдайдың адам сол Израиль халқының ақыл сана сезімінде де, жүрегінде де барлық ой сана сезіммен Құдай туралы ойлағандарын қалады деп айтсақ болады. Өйткені олар тәни ғана емес, рухани жағынан да дайын болу керек болды Құдаймен кездесуге. Сол жерде Құдайдың қасиеттілігі мен құдіретін көрсетеді. Құдайдың қасиеттілігі соншама, оған ешкім жақындай алмайтын болды.
сол себепті де ол жерде шекара жасаңдар деп айтады Мұса пайғамбарға. Сол шекарадан адам ғана емес, мал да өтпесін. Одан өткен адам міндетті түрде өледі, өлімге ұшырайды. Өйткені біз күнәһар болғандықтан, адам ата Хауанадан бері біз қарғысқа ұшырады ғой адамзат, иә. Сол кезден бастап біздің бойымызда күнәлік болмыс бар. Сол күнәлік болмыс болғандықтан біз Құдаймен тікелей сөйлесе алмаймыз. Бұрынғы заманда жалпы пайғамбарлардың кезінде халық Құдаймен тек қана пайғамбарлар арқылы ғана тілдескен болады. Енді Құдайдың киелілігін түсінген барлық халық сол жерде барлығын мүлтікпей орындаймыз деп уәде берді ғой. Енді біз жалпы бүгін сол туралы сөйлесетін боламыз. Рахмет. Бүгінгі біздің подкаст өте терең болайын деп тұр, себебі көптеген шындықтар ол рухани жағынан ашылатын шындықтар деп ойлаймын. Расымен де өзіңе бүгін бірінші қояр сұрағым бұл: Құдай Израиль халқын өз рахымына сай құтқарып алды. Адамзат баласының құтқарылуы да бұл өзіміздің іс-әрекетімізге байланысты емес, ол тікелей ол Құдайдың бізге берген сыйы. Яғни құлдықтан босатылып құтқарылуға ие болған адам, жаңағыда өзің айттың, бүкіл адам баласы күнәһар деп. Мүмкін көрермендер арасында мен енді құтқарылуға ие болғым келеді, жаңадан өмір бастағым келеді дейтін адамдар Мәсіхке сенгеннен кейін қалай өмір сүрулері керек? Мәсіхке сенгеннен кейін қалай өмір сүрулері керек? Пәк таза өмір сүру керекпіз. Қазір. Жалпы енді біз көрдік қой, құтқарылу дегенді. Біз жалпы құтқарылу туралы сөйлесетін болсақ, бұл жерде Израиль халқына Құдайдың уәдесі болды. Егер сендер менің айтқанымды тыңдайтын болсаңдар, маған мойынсұнатын болсаңдар, Құдай мені қастерлейтін болсаңдар, онда сендер менің меншікті халқым боласыңдар деп айтады. Енді бұл сөз сол кездегі замандағы Израиль халқы үшін ғана айтылған ба, жоқ біз үшін де айтылған ба деген сұрақ келеді. Яғни бұл кім үшін айтылған нәрсе? Енді осы жерде біз нені көреміз? Қалай халық Құдайдың меншікті халқы бола аламыз? Жалпы мәсіхшілер, сол қазіргі мәсіхшілер және сол Израиль халқы айырмашылық неде? Жалпы Құдайдың менің меншікті халқым боласыңдар деген ол бір ұлтқа байланысты емес. Жалпы маған мойынсұнғандар дейді. Иә, Құдайдың сөзінде. Израиль халқы болғаның үшін деп айтып отқан жоқ қой? Иә, маған мойынсұнғандар, менің сөзімді мүлтікпей орындайтындар. Егер маған мойынсұнатын болсаңдар, сендер менің халқым болып есептелетін боласыңдар дейді. Енді біз 1 Петрдің 2 тарау 9 аятын оқитын болсақ, сендер таңдап алынған халық, патшалық қызмет атқаратын діни қауым, қасиетті ұлтсыңдар дейді. Яғни сендер таңдап алынған халық дейді. Сендер таңдап алынған халық және қауым, қасиетті ұлтсыңдар дейді. Яғни біз де мәсіхшілер де Құдайдың халқы болып есептелеміз. Енді сіздің сұрағыңызға оралатын болсақ, бұл біріншіден енді біз Құдайдың халқымыз деген сөз, енді израильдіктер қазірде көбінесе мақтанады, мақтанышпен айтады, біз Құдайдың халқымыз, біз ерекшеміз деген сияқты. Енді бұл нәрсе негізде мақтаныш үшін айтылмаған нәрсе. Бұл оның нұрлы жолын көрсетуге арналған, жалпы Құдайдың жолын көрсетуге арналған ең жалғыз ғана жол. Ол құтқарылу жолы, ол Құдайдың халқы болу. Енді біз қалай өмір сүру керекпіз? Мысалға да, мәсіхші болып, сол құтқарылу үшін қалай өмір сүру керекпіз? Құдайдың сөзіне бойынсыну керек. Құдайдың сөзіне құлақ асқан халық, ол Құдайдың меншікті халқысы болады. Құдайдың сөзі не дейді? Иса Мәсіх келді біздің өмірімізге. Енді оған сену арқылы, Жохан жазған хабарда, енді оған сену арқылы, өз аузыңмен мойындау арқылы құтқарыласың дейді. Иса Мәсіхтің Құдай екенін мойындау арқылы. Оның киелі қанын біз үшін өлгенін мойындау арқылы біз құтқарыламыз. Сол арқылы біз Құдайдың рухани халқы боламыз. Енді жалпы қарапайым тілде түсіндіріп өткім келеді. Гражданство дейміз ғой, енді бір елдің бір азаматтығын алу.
басқа елге көшіп барсаң, сол елдің азаматтығын аласың. Ал көктегі мәңгілік өмірдің азаматтығын алу үшін тек қана бізге Иса Мәсіхтің киелі қанына сену керек. Оның біз үшін құрбан болғанына сену керек. Сол арқылы біз енді мәңгілік өмірдің азаматтығын алып, енді азаматтығын алғаннан кейін әрбір елде өзінің бір заңдары бар, Құдайдың заңы бар. Сол Құдайдың заңы қандай? Ең бірінші, Құдайды өзің Құдайыңнан басқа, шынайы Құдайдан басқа ешқандай Құдайың болмауы керек. Қарапайым тілде айтқанда, өзіңді қалай сүйсең, маңайыңдағы адамды солай сүю керексің. Болды, осы екі заңда барлық заңдар, мысалы осы келесі тарауларда біз осы заңдар туралы сөйлесетін боламыз. Барлық заңдар осы заңдың ішіне кіреді деп айтсақ болады. Енді ол жаңа өсиетті Иса Мәсіх келгеннен кейін біз жаңа өмірге ие болған кезде осы ең басты екі заңды орындау керекпіз. Жалған тәңірлерге табындау керек, тек қана тірі Құдайға, және өзіңді қалай сүйсең, маңайыңдағы адамды солай сүй. Болды. Осы нәрселерді орындау арқылы біз жаңағы елдің жақсы, заңды бұзбайтын азамат немесе азаматшасы, мәңгілік өмірдің азаматшасы боламыз. Өте тұшымды жауаптар болды, рахмет саған. Расымен де былай қарайтын болсақ, өткен тарауға көз жүгіртетін болсақ, расымен де жаңағы тәубе еткен, жаңа өмірге ие болған адам, яғни біз адам болғандықтан өзіміздің бір қандай да бір қағидаларымыз болады ғой, қалыптасқан, күнәһар өмірде қалыптасқан. Енді Құдай сол қараңғылыққа өз нұр жарығын түсірген кезде, яғни біздің өміріміз осы қараңғылыққа Құдай өз сәулесін түсірген кезде, нұрын жарығын түсірген кезде, яғни біз өткен тарауда айттық, Мұса ол кішіпейіл болды. Сол кішіпейілділікпен Құдай өсиетін қабылдай біліп, яғни ол айтқан, яғни кейде Құдайдың өсиеттері ол қарама қайшы сияқты болады, как будто бізге бір андай кері әсерін тигізетіндей көрінеді. Кейде қиынға соғады, неге деген сұрақтар туындатады кейбір өсиеттер. Бірақ соған қарамай, ол Құдайдың өсиетіне езілген кішіпейіл адамдай бағына білу де маңызды деп ойлаймын. Жаңа сен өзің де айттың, ол еврейлер халқы үшін ол атақ деген сияқты ше деп көп адамдар ойлайды. Расымен де бұл қандай да бір өзіндік бір халқы деп атанудан гөрі оңай деп ойлаймын. Өйткені Иса Мәсіхке сенген адам, оның баласы, ол қызы болады. Бірақ оның артында жасырынған екінші тұсы бар, ол үлкен жауапкершілік. Құдайдың халқы бола білу, ол үлкен жауапкершілікті талап етеді. Себебі сен қалай өмір сүресің, ел көзінде қалай өмір сүресің, үйіңде қалай өмір сүресің деген сияқты оның үлкен жауапкершілігі бар. Сені сыртта адамдар көреді. Сол кезде сен өзіңді қалай ұстайсың деген тәрізді оның үлкен бір жауапкершілігі бар. Сондықтан ары қарай осы сұхбатымызды жалғастырайық. Осы Құдайдың қасиеті, онымен теңдесер ешкім жоқ екені белгілі. Құдаймен ешқандай нәрсе, ешқандай зат ол теңдесе алмайды. Жаңағыдай өзің де айтып өттің, менен басқа өзге тәңірлерің болмасын. Ол келесі тарауда осы Құдайдың берген 10 өсиетімен жалғастырамыз. Ары қарай ол тақырыптар туралы да сөйлесеміз. Бірақ мына жерде қоятын сұрағым, жаңағыдай өзің айтып өттің, осы Синай тауының басында түскен осы найзағай, қара түнек, жер сілкінісі, осының барлығы ол Құдайдың сондай ұлы екендігінен, яғни киелі екендігінен хабардар етеді. Осы бүгінгі таңда осындай ұлы киелі Құдаймен адамдардың қарым-қатынасы қалай болу керек? Және келесі сұрақ, онымен кездесуге рухани тұрғыдан кез келген адам қалай дайындалу керек? Сондай-ақ осы сыртқы тазалық пен ішкі тазалық туралы айтып өтсең. Жалпы енді рахмет сұрағыңа мақсат. Егер де біз осы Мысырдан шығу 19-шы тараудан жауапты іздейтін болсақ, осы 19-шы тарау 10-шы аяттан бастап оқитын болсақ, Құдайдың Мұсаға деген айтқан сөз туралы оқимыз. Сол жерде былай деп жазылған: содан жаратқан ие Мұсаға мынаны бұйырды: халыққа барды, оларды бүгін ертең маған бағышталып күнәдан таза болуға шақыр. Бәрі киім-кешектерін жуып тазартып, бүрсі күніге дейін дайын болсын. Сол күні мен жаратқан ие бүкіл халықтың көз алдында Синай тауына түсемін. Халыққа арнап тауды айналдыра шекара белгілеп қой. Оларға былай де: тауға көтерілуден әрі оның айналасындағы шекараға аяқ қолдарыңды тигізуден сақ болыңдар. Тауға аяқ қолын тигізген әркім өлтірілуге тиіс. Сондайларға қол ұшы да тигізілмей, оларды таспен немесе садақпен атқылап өлтіру керек. Олар не мал болсын,
олар не адам болсын тірі қалдырмасын. Ал кернейдің ұзақ үні естілгенде халық таудың етегіне көтерілсін. Осы жерде біз көреміз, Құдай өзіне халықты жақындатқызғысы келмейді. Өйткені адамзаттың біз күнәһар екенін білеміз. Ал Құдайдың қасиетті екенін көреміз. Құдайдың өзінің қасиетті екенін біледі. Сондықтан да бүкіл адамды өзіне жақындатқызғысы келген жоқ. Бірақ осы кездесуде Құдай оларды үрей мен қорқынышпен қорқыту үшін емес, олардың жүректерін өзгерту үшін келді. Жалпы Құдай өзінің құдіреттілігін, қасиеттілігін халыққа көрсету үшін. Кейбір кезде бізде өмірімізде айтамыз, Құдай менің көз алдымда, Құдай бар болсаң көрінші деген сияқты. Ал сен Құдайды шынайы көзіңмен көруге дайынсың ба деген сұрақ туындайды. Құдайды көрсең сен не болады екеніңді сен білмейсің. Сол тауға Құдайдың өзі түскен кезде найзағайдың жарқылдағаны, бүкіл таудың қозғалғаны, соншалықты күштің, соншалықты қасиеттің осы жер бетіне келген кезде тіпті жерде шыдамайды деп ойлаймын. Сондықтан сол жерде мен енді білмеймін, қаншалықты Құдайдың өзі, біз физикалық тұрғыда Құдайды біз елестете де алмаймыз, қандай екенін, қандай көлемде екенін оның. Сондықтан да біз үшін ол құпия. Енді кейін айтсам болады, Құдаймен қалай біз жақын әрі тығыз қарым-қатынаста бола алады екеніміз туралы. Жалпы ол кезде адамдар пайғамбарлар арқылы сөйлескенін білеміз. Енді сол кезде Құдайдың қасиеттілігін, кереметтілігін көрдік. Сол кезде Құдай адамзатқа айтты, сендер маған мойынсынуларың керек деді біріншіден. Сол кезде сендер менің халқым боласыңдар деді. Шынымен де ол қарапайым логикалық тұрғыда түсінуге болады. Бір хан болады, егер ол ханға ешкім мойынсынбаса, ол онда хан емес қой. Сол сияқты бір Құдай бар. Егер сол Құдайға сен мойынсынбасаң, ол сенің Құдайың емес. Сондықтан да егер сіз мысалға мәсіхшілер, біз егер сен Иса Мәсіхті Құдайым деп мойындайтын болсаң, егер сен Иса Мәсіхтің сен үшін құрбан болғанына сенсең, егер сен өзіңнің Иса Мәсіхтің арқасында құтқарылғаныңа сенсең, сен оның сөзіне мойынсыну керексің. Оның сөзіне мойынсыну арқылы сен Құдайдың халқы боласың. Құдайдың халқы болу арқылы, мойынсыну арқылы сен мәңгілік өмірге ие болдың деген сөз. Құдайдың халқы болу дегеніміз ол көктегі мәңгілік өмірдің азаматтығы мен азаматшалары болып есептелетін боласыздар. Міне біз Құдаймен кездесуге қалай дайындалу керекпіз енді. Ең басты нәрсе ол біз мәсіхшілер ретінде сеніммен және Құдайдың сөзіне мойынсынып, барлық айтқан өсиеттерін орындау арқылы біз Құдаймен кездесуге дайындала аламыз. Ендігі өмірде, мәңгілік өмірде Құдаймен кездесуге дайындалу ол өзіміздің өмірімізді жалпы Құдайға мойынсынуға арнау. Сол кезде біз Құдаймен кездесеміз. Және сеніммен сол елдің азаматы мен азаматшасы боламыз. Ұлан, рахмет сенің жауаптарыңа. Ары қарай өзіміздің сұрағымызды, сұхбатымызды жалғастырайық. Құдай осы тарауда жаңағыдай өзің айтып кеткендей, қорқыныш пен үрей кейпінде ашылды дегендей сөздер орын алды да. Расымен де бұл жерде Құдай қандай кейіпте ашылды адамзатқа? Расымен де қорқыныш күйінде ме, әлде сүйіспеншілік түрінде ме деген сұрақ туындайды. Сондай-ақ Синай тауында Құдай оқшауланды, яғни белгілі бір шекаралар қойды. Ал Иса Мәсіхке келетін болсақ, не себепті Иса Мәсіхке алып келіп жатырмын? Өйткені осы кітаптың барлығы да көптеген бауырлар айтады, көптеген осы кітапты зерттеген адамдар, ол тікелей түрде барлық нәрсе ол Иса Мәсіхке қатысты деген пікір білдіреді. Сондықтан да мен де сұрақты осы Иса Мәсіхке алып келейін. Иса Мәсіхте мысалы біз қарайтын болсақ, ол адамдар мен Құдай арасындағы сол бұзылған көпірді қайта қалыптастырды, орнатты. Және де осы туралы өзің пікір айтып өтсең. Өте жақсы сұрақ. Негізінде осы сұрақты күткенбіз. Осы сұрақ
арқылы біз көп нәрсені түсіндіре аламыз негізі адамдарға. Жалпы Құдай өзін қалай көрсетті, иә? Құдай өзін әділ Құдай екенін көрсетті. Ең біріншісінде Құдай өзінің әділ Құдай екенін көрсетті. Ол қалай? Біз адамзат әрқашанда құтқарылуды сатып алғымыз келеді. Ақшаға емес, өзіміздің істеріміз арқылы. Көптеген адамдар мысалы осы заң дейміз, иә? Көптеген діндерде, басқа да дінде болсын, басқа да елде болсын, барлық жерде заңды орындау арқылы біз бір мақтанышқа бір ие болатын сияқтымыз. Мен осындай нәрсені орындап жүрмін, мен осындай заңды орындап жүрмін, мынандай нәрсені орындау арқылы мен, Құдай айтты ғой сол кездегі, сол кездегіні қарайтын болсақ, Құдай айтты, менің заңыма мойынсұнатын болсаң, сен менің халқымсың деді. Сол себепті де адамдар соның барлығын заңды орындауға тырысты. Олардың мақсаттары тек қана сол заңды орындау болды. Енді Мәсіхке келетін болсақ, сол кездегі құтқарылу заңды орындау арқылы құтқарылу болатын болса, қазіргі құтқарылу Иса Мәсіхке келетін болсақ, ол рахымшылық. Жаңаға біз адамзат пен Құдайдың арасындағы шекараны біз осы жерден нақты көрсетеді. Жалпы біз осы шекараны көру арқылы Иса Мәсіхтің неге біз үшін керек екенін біз түсіне аламыз. Иса Мәсіх болмағанда біз Құдайға жақындай алмайтын едік. Иса Мәсіх болмағанда біз Құдайдың дауысын естімеген болар едік. Құдайға қазіргідей тығыз қарым-қатынас бізде Құдаймен орнатылмаған болар еді. Иса Мәсіхтің арқасында сол көпір салынып, енді біз Құдаймен тікелей қарым-қатынаста боламыз. Иса Мәсіхтің киелі қаны біз үшін өлді, енді оның киелі қаны біздің күнәларымызды жуып шайды, енді біз пәк таза болғандықтан, мысалға сен енді кір бір нәрсе, бірақ сол нәрсенің алдына былай мынандай стақанды қойып қараса, Иса Мәсіх арқылы қараған кезде сол адамға, ол адам пәк болады, пәк болып көрінеді, таза болып көрінеді. Сол сияқты Құдай біздің қаншалықты күнәһар болсақ та, сол күнәһардың алдына келіп болса, Иса Мәсіх арқылы Құдай бізге қараған кезде, біз Құдайдың алдында ақталған адам болып ретінде есептелеміз. Сол себепті де Иса Мәсіхті біз көпір сияқты айта аламыз, иә? Ендігі мәселе заңды орындау дұрыс па, дұрыс емес па деген нәрсе келеді ойға, иә? Иә, заңды орындаған жақсы, дұрыс, ол жаман емес. Бірақ та мынандай нәрсе бар. Өкінішке орай, ол заңдың барлығын ешкімден мүлтікпей орындай алмайды. Біз оны білеміз. Бір заңды бұзсаң, сен бүкіл заңды бұздың деген сөз. Оны да білеміз. Сондықтан да 100% оны ешкім орындай алмайды. Тек қана Иса Мәсіх күнәсіз өмір сүрген. Енді Иса Мәсіх арқылы ғана біз құтқарыла аламыз. Сол себепті де осы барлық оқиғалар Құдай адамзатқа соншама мыңдаған жылдар бойы бізге түсіндіріп келе жатыр. Құтқарудың жолы ол рахымшылық екен. Ол тегін келген сый екен. Біз өз күшімізбен құтқарыла алмайды екенімізді. Сондықтан да қазіргі тыңдап отырған көрермендер болса, мысалға да, олар ешқашанда заңды орындау арқылы, жақсы адам болып көріну арқылы біз ешқашанда құтқарыла алмаймыз. Қасиетті Құдаймен онымен жақын тығыз қарым-қатынаста бола алмаймыз. Болу үшін тек қана Иса Мәсіхке сену арқылы, Иса Мәсіхтің киелі қаны арқылы ғана біз құтқарыла аламыз. Болды. Рахмет, өте үлкен тұшымды жауаптар болды деп ойлаймын. Ал қымбатты көрермендер, осымен біз 19-шы тарауды тәмамдаймыз. Сондықтан осы тарауда біз Құдайдың көптеген шындықтарын алдық деген ойдамыз. Ұлан бауырымызға үлкен рахметімізді айтамыз. Құдай сені толтырсын, әрі қарайда баталап жарылқасын. Қымбатты көрермендер, яғни осы тарауды қорытындылайтын болсақ, яғни Құдай ол әрқашанда киелі болып қала береді. Яғни Құдайдың меншікті халқы болуымыз үшін біз оның өсиеттерін бұлжытпай орындауымыз керек. Сондай-ақ біздің осы сыртқы тазалығымыздан гөрі біздің жүрек тазалығымыз да ол аса маңызды. Өйткені Құдайдың алдында
ол бағаланады біздің ішкі тазалығымыз. Және де қорытындылай келе, яғни біз Иса Мәсіхке алып келдік, тек Иса Мәсіх арқылы біз құтқарылуға ие боламыз. Себебі осы Құдай мен адамзат арасындағы бұзылған көпірді қайта орнатқан ол Иса Мәсіх. Және Иса Мәсіхке сену арқылы біз мәңгілік өмірге, яғни құтқарылуға ие бола аламыз. Осылай бүгінгі бағдарламамыз қорытындылай келе өздеріңізбен бірге қоштасамыз. Келесі кездескенше Құдай бәрімізге жар болсын. Амандықта жүздесейік.